Ал кеттік. Бастаймыз ғой. Семинарымыздың тақырыбы термин жасам үдерісінің шарттары деп аталады. Жалпы термин жасамның мәселесіне келер болсақ, ең алдыменен біз мынаны ескеруіміз керек. Кез келген тіл білімінің саласы ретінде термин жасам, терминология саласының да өзіндік тарихы бар, даму жолы бар, қалыптасуы бар, және осыған орай ол кезең-кезеңге бөлініп, ғылыми әдебиеттерде әбден қалыптасқан. Енді қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, жалпы термин жасам үдерісін екі үлкен кезеңге бөліп көрсетуге болады. Бірінші кезең ол стихиялық деп аталады, ал екінші кезеңі термин жасамның ол кәдімгі саналы, мақсатты, ұйымдастырылған түрдегі термин жасам ол екінші кезең. Енді осы жерде мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп кетем деп айттым. Енді бұл тіл мамандарына емес, жалпы көпшілік қауымға қатысты түсіндіріп өтейін. Стихиялық дегенімізде ол жерде арнайы мақсат жоқ, өзімен өзі, өз бетімен жүріп жатқан үдеріс. Яғни ол стихиялық кезеңді термин жасамның біз 20-шы ғасырдың басымен шектейміз. Мен де бұл жерде Ахмет Байтұрсыновтың 20-шы деген терминін қолданып отырмын. Оның үстінде жақын арада осы әлеуметтік желілерде белгілі грамматист ғалым, филология ғылымдарының докторы Орнай Жұбаеваның мақаласы шыққан болатын. Сол жерде 20-шы терминінің грамматикалық дәлелдемесі анық және айқын нақ көрсетілген. Сондықтан мен де 20-шы ғасырдың басы деп 20-шы терминін қолданам. Енді стихиялық кезеңі, яғни арнаулы мақсат қойылмай терминдердің жасалуы, ол 20-шы ғасырдың басында аяқталады. Ал енді 20-шы ғасырдың басынан бастап ол кәдімгі термин жасам ғылыми негізге, ғылыми жолға түседі. Бұл жерде ең бірінші айтатын нәрсе, мәселен, қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде ең алғаш рет қазақ терминологиясының ғылыми ұстанымдары жасалып бекітілгенін барлығымыз білеміз. Сол кезден бастап кез келген терминография саласында жарық көрген қай сөздікті де алып атайтын болсақ та, мәселен, пән сөздері болсын, атаулар сөздігі болсын, бұл кәдімгі термин жасамның саналы мақсатты кезеңіне бастау салған сөздіктер болып саналады. Енді сол саналы мақсатты кезеңді 20-шы ғасырдың басынан бастап осы кезге дейінгі кезеңнің өзін біз екіге бөліп көрсетеміз. Ол тәуелсіздікке дейін және тәуелсіздікке дейін және кейінгі кезең деп екіге бөлеміз. Ал енді терминологияның өзінің ғылым саласында қалыптасуының өзі баршаңызға белгілі. Ол терминология, мысалы, лексикология аясында қалыптасып дамыды, оның әдіснамасын, әдіс тәсілдерін қолданды. Ал енді терминологияның өзі лексикологиядан өзінің жеке сала болып бөлініп шыққанының өзіне 30 шақты жыл болды. Енді ол терминологияның жеке ғылым саласы болып өзінің еншісін алып лексикологиядан бөлініп шығуына қандай еңбектер, қандай ғалымдар әсер етті десек, онда ол әрине академик Қайдаров, академик Айтбаев, үлкен біздің ғалым профессорларымыз Байынқол Қалиев, Шерубай Құрманбайұлына атап өткеніміз осы жерде жөн болар. Енді сол 20-шы ғасырдың басында терминология ғылыми негізге түсті. Оған дейінгі терминді біз халық жасаған деп айтуымызға болады. Ал 20-шы ғасырдан бастап ол ғылыми негізі қаланғаннан кейін оның ұстанымдары бекітіліп, кәдімгі бір съездің ұйғарымымен бекітілген ғылыми ұстанымдары болғандықтан, оны біз осы жерден саналы мақсатты кезең, саналы жаңағы
ғылыми негізі бар сала ретінде атаймыз. Енді терминология ол айттық қой, енді міне 30 жыл болды дедік бөлініп шыққанына лексикологияда. Содан бері қаншама зерттеулер жүргізілді, қаншама еңбектер жазылды. Қазіргі таңда термин танымның өзі бірнеше салаларға, тармақтарға бөлінеді. Мысалы, атап айтатын болсақ, слайдтан көріп отырған шығарсыздар, когнитивтік термин таным дейміз, жалпы термин таным, салалық термин таным, рефлексивті термин таным, типологиялық термин таным, функционалды термин таным, қолданбалы термин таным және тағы басқа. Ал енді бұдан бұрын жалпы термин танымның өзінің екі үлкен аспектісі бар. Ол теориялық және қолданбалы аспект. Мына жердегі кестеде көріп отырғандарыңыз бұл теориялық жіктелімі, ал енді оның қолданбалы аспекті үлкен бір арнасы терминография деп аталады. Яғни теориялық тұрғыдан зерттелген дүниенің барлығы терминология саласында міндетті түрде қолданбалы аспектісімен тіркеліп, негізделіп, дәлелденіп отыру керек. Ал қолданбалы аспект терминография деп отырғанымыздың барлығы ол негізінен сөздіктер және терминологиялық сөздіктер. Енді бұл жерде когнитивтік термин таным түсінікті, жалпы, салалық термин таным дегеніміз де түсінікті. Мына рефлексивтік деген мүмкін көпшілік түсінбей отырған жайы бар шығар. Сондықтан бұл да терминнің өзі сондай қиын болып көрінгенімен негізі қарапайым түсінікті қамтиды. Ол деген мысалы арнаулы тілдер типологиясын зерттейтін термин танымның саласы. Немесе орыстарда өте жақсы айтылады, язык специальных целей дейді. Арнаулы мақсаттағы тілдер типологиясын зерттейтін сала. Салғастырмалы термин танымды оны өздеріңіз білесіздер. Мысалы түрлі текті тілдердің терминологиясын салғастырып зерттегенде осы салаға қатысты болады. Функционалды термин танымды өздеріңіз жақсы білесіздер. Қолданбалы термин танымды терминография саласына қатысты екенін мен жаңа жоғарыда айтып өттім. Енді бұл дегенмен ғылым саласы болғаннан кейін біз оның басты ұғымдары мен басты категорияларын тастап кете алмаймыз. Сондықтан да кез келген терминологияның, яғни кез келген тіл терминологиясының өзінің мағыналар жүйесі болады. Заттық категория дейміз, үдерістік категория, ғылым және оның салаларының категориясы, режимдік категория, өлшемдік категория, шама категориясы, кәсіптер мен жұмыс категориясы, жағдаяттық категория дейді. Осы жерде қиындық туғызбас үшін мен былай деп айтар едім. Кез келген терминнің астарында ұғым болады. Ал ол ұғым бір сипатты, бір мағынаны білдіреді. Ол үдеріс болуы мүмкін. Мысалы жаңағы айыптау, жазалау десек, ол жерде үдеріс жатыр деген сияқты. Ғылым және оның салаларын сіздер өте жақсы білесіздер. Лексикология дейміз, аномасиология дейміз, семасиология, тағы басқа көптегендердің барлығы мына үшінші категорияға жатады. Енді бұл жерде ең режимдік категория деген нәрсе мүмкін түсініксіз болуы мүмкін. Жалпы режим дегеніміз ол басшылық саласында, басқару саласында, мысалы кең мағынасында оны қызмет, жұмыс шарттары, жалпы ахуал, жағдай деп түсіндіруге болады. Мәселен, қазір біз қандай жағдайда өмір сүріп жатырмыз? Пандемия дейміз. Пандемиямыз бұл кәдімгі мынау терминологиялардың мағыналар жүйесіне сүйенетін болсақ, ол режимдік категория дейді. Карантин режимі, пандемия, ахуал жағдайында өмір сүріп жатқанымыз мысалы осы режимдік категория. Яғни бұл жерде ешқандай бір аса бір қиындығы жоқ. Енді жаңа біз айтып өттік жалпы терминологиялардың мағыналық жүйесін. Енді мына слайдқа назар аударсаңыздар, мысалы қараңыздар, қазақ тіліндегі тұйық етістік
жаңағы әрбір терминдерге әкеліп теліне бермейді. Оның тұтас мағынасы үдеріс. Яғни қараңыздар, мысалдарға айыптау, анықтау, тергеу, бұрғылау, сақтандыру тағы басқа. Ал енді мына жерде мен жұрнағына қосымшасына назар аударатын болсақ, бұл ғылыми ұғым атауын білдіреді. Мысалы қараңыздар, айтылым, жасалым, қабылданым, естілім, үндесім, жуысым, тоғысым, аталым, тағы басқа. Енді ең қызығы қазіргі терминологияда орын алып жатқан жұрнақтардың бірі ол қыш, кіш, ғыш, гіш. Бұл құрал сайман, құрылғы, аспап атауын білдіреді. Мысалы қараңыздар, ажыратқыш, электрқозғалтқыш, қыздырғыш, бу таратқыш, оқшаулатқыш, сақтандырғыш, тағы басқа. Енді тағы бір біздің қазақ тілінде өте белсенді қазір термин жасам ісінде өзінің белсенді қолданылып жүрген қосымшалардың бірі ол уыш пен уыш. Құрылғы, тетік, қондырғы атауын білдіреді. Талдауыш, жүктеуіш, жинақтауыш, шектеуіш, өңдеуіш. Бұл әсіресе мына информатика саласында қолданылатын терминдер. Сол сияқты қараңыздар, мына жерде уыл, еуіл, уыл, ол заттық мағынаны білдіреді. Қорғауыл, қарауыл, тосқауыл, тежеуіл дейді. Ал енді лық, лік, дық, дік, тық, тік, ол сапа, қалып, күй, көрсеткіш, тағы басқа мағыналарды білдіреді. Мысалы, ылғалдық дейміз, аморфтық, беріктік, жаугершілік, жеңілдік, кезекшілік, кенеттілік, внезапность дейміз. Ғ мен Г, Қ мен К, құрал сайман, құрылғы, аспап атауын білдіреді. Сорғы, насос, бұрғы, бур. Д, Д, Т, Т, Л, Л, ол материал, үдеріс, қасиет, тағы басқа мағыналарды білдіреді. Мысалы, төгінді сброс, ағынды сток, аспалы навесной, ауыспалы переменный. Сол секілді енді мына қосымшалардың мағынасы баршаңызға белгілі, оны өздеріңізде жақсы білесіздер. Ш, кергер, ол адамның кәсібіне, қызметіне, мамандығына, айналысатын шаруасына байланысты мағыналарды білдіреді. Маме, бабе, папе, тетік, бөлшек, зат, жиынтық мағыналарын білдіреді. Мысалы, немесе бекітпе, крепеж, белдеме, буртик, бума, бухта, балама эквивалент, бітеме, заглушка, жүктеме, нагрузка, жылжыма, бағдарлама дегендердің барлығы осы. Ыс пен іс, жаңағы ол тұйық етістігі секілді үдеріс мағынасын білдіреді. Беріліс, ағыс, бекініс, атыс, байланыс, жүріс, дағдарыс, тағы басқа. Ын, ін және ын бізде терминологиялық элементі өте белсенді, жиі және қолданылады. Ол үдеріс, құрылыс мағыналарын білдіреді. Мысалы, ағын, бөген, тегеурін, кескін, тағы басқа. Енді бұл жерде мынау менің нешінші слайдым еді, құрсын. Мысалы, термин адам іс-әрекетінің жемісі дейміз. Мысалы, кез келген термин адамның психологиясын, дүние танымын, дүниеге деген көзқарасын, талғамын, әдеп ғұрпын, яғни менталитетін, ділін білдіретін әлеуметтік қоғамдық сипаттағы таңба. Әрине, термин адам іс-әрекетінің жемісі дегенде, ол жеке адам болуы мүмкін, немесе белгілі бір үлкен бір ұжым болуы мүмкін. Мысалы, естеріңізде болса, орыс тіліндегі лавсан термині, ол одан кейін біздің тілге де енді. Лавсан термині Ресейдің бір ғылыми зерттеу институтының ұжымы ұсынған термин. Яғни, олар өздері соны әзірлеп дайындады, және оған лавсан деп ат берді. Яғни, бұл жерде шарт емес, бір адам да болуы мүмкін термин авторы, немесе ол бір кәдімгідей үлкен ұжым болуы мүмкін, бірнеше адам да қосылып, ақылдасып отырып жасауы да мүмкін. Енді бұл жерде бізге өзіміздің тіл таным саласындағы терминдерді мысал ретінде мен келтіріп отырмын. Мысалы, жаңа біз ым және мың,
терминологиялық элементіне қатысты көптеген фонетика саласының терминдерін атап көрсеттік. Осы салада белсенді жұмыс, өте жемісті жұмыс атқарған ғалымдарымыздың бірі профессор Әлімхан Жүнісбек. Мысалы, айтылымды акустика, артикуляцияны жасалым, воспроизведение речи қабылданым, перцепцияны естілім, үндесімді сингармонизм, щелинность жуысым, смычка тоғысым толып жатқан терминдердің барлығын бір терминологиялық терминдік үлгі бойынша жасап отыр. Жаңа біз 20 ғасырдың басты кезеңі жайында айтып кеттік. Неге біз Ахмет Байтұрсынов жасаған терминдерді бұлжытпай, бірденнен ұмытпай айта береміз? Мүмкін енді бұл жерде басқа да пікір туындауы мүмкін. Мысалы, оны енді бізге кішкентай кезімізден құлағымызға сіңіріп, мектепте оқытады деп. Ал егерде бұл жерде біз Байтұрсыновтан басқа кейінгі кезеңде мысалы өте өнімді жұмыс атқарған белгілі терминші ғалымымыз, жоғары санаттағы аудармашы, жазушы, журналист Ислам Жарылғаповты айтсақ болады. Мысалы, ол кісінің 5000 жасаған жаңа сөзі, оның ішінде басым көпшілігі терминдер қатарынан табылады. Соның барлығын біз бұлжытпай қазір қолданып айтып жүрміз. Мысалы, аялдама болсын, балмұздағы болсын, тыңдарман, көрермен, теледидар, тағы басқа. Бұның сыры неде? Ең алдыменен Байтұрсыновтың терминдері де, Ислам Жарылғаповтың да терминдері, мына орыстың бір жақсы талап қояды терминдерге. Оны олар өздері воспроизводимость дейді. Осы воспроизводимостьті біз қалай түсінсек болады? Мысалы, кей жағдайда біз бір терминді қазақ тіліне аударып аламыз да, бірақ оның орысшасын қолданамыз, сосын есімізге жай түсіріп отырамыз. Ол аудармасы бар еді ғой, оның аудармасы қандай еді деген жаңағы сұрақтармен айналысып отырамыз. Ол дегеніміз не? Ол терминнің мына үлгіге салынбағаны, терминологиялық жүйелікке бағынбайтындығы, ал егерде сәтті жасалған термин болса, ол бірден еске сарт етіп жадымызда қона кетеді. Ал енді бұл жерде мен біздің тілтаным саласындағы өте жиі кездесетін және өзекті терминдердің бірі, қазір когнитивтік лингвистиканың өзекті қарқынды дамып жатқанын барлығымыз білеміз. Языковая картина мира дейді. Оның да бірнеше нұсқалары бар, бірақ алғаш осы терминнің нұсқасын ұсынған профессор Жамал Манкеева, ғаламның тілдік бейнесі деп. Номинацияны аталым деп бұл терминді профессор Жамал Манкеева ұсынған болатын. Енді жеке авторлықпен біз көп адамдарды, ғалымдардың тізімін айта берсек болады. Профессор Шерубай Құрманбайұлының өріс терминін білеміз. Терминологизацияның терминдену деп бергенін есімізде жаңағы қолданып қазір зерттеуіміздің барлығында терминологизация демейміз, терминдену дейміз. Бижомарт Қапалбековтың функциональный сөзді жұмсалымдық деп ең алғаш қолданғанын білеміз, және қазіргі зерттеулерді, ғылыми мақалаларды оқып қарасаңыздар, функциональный деген кәдімгі жұмсалымды мағынасында, нұсқасында қолданылып жүргенін байқаймыз. Енді дегенмен терминнің ерекше сөз немесе сөз тіркесі ретіндегі басты белгілерін біз дегенмен атап өтуге міндеттіміз. Ең алдыменен бұл терминнің ұғыммен байланысы, термин ұғымының нақтылығы, терминнің бір мағыналығы, стильдік жағынан бейтарап және экспрессия мүлдем болмау керек, терминнің аталымдық қасиеті және терминнің жүйелілігі дейміз. Осы жерде айта кететін үлкен бір мәселе бар. Осыдан 20 жыл бұрын
орыс ғалымдарының статистика жүргізу нәтижелері бойынша ғылыми әдебиеттерде терминнің 300-ден астам анықтамасы бар екен. Ғылыми әдебиеттерде осыдан ақ байқауға болады, терминнің анықтамасының өзі өте күрделі категорияға жататындығы. Ал енді 20 жылдан кейін ол терминнің анықтамасына әлі қаншама анықтама қосылған біз санамасақ та, бірақ біліп отырмыз. Себебі әр ғалымның концепциясы өзінше болады, өзіндік. Мысалы, біреу жүйелілікті басты қасиеті дейді, басты шарты оған қойылатын. Қазіргі таңда менің байқап жүргенім ғылыми әдебиеттерден ең басты талап ретінде қойылатын, ең басты шарт ретінде терминге қойылатын талап ол терминнің дефинитивтілігі дейді. Қорықпай-ақ қойыңыздар, яғни терминнің дефинициясы болу керек деген шарт айтылып жүр. Яғни термин болу үшін, ол термин ретінде танылу үшін міндетті түрде терминологиялық сөздікке тіркеліп, оның қасында дефинициясы болу керек деген талап. Енді осы жерде біз мынандай мәселеге тоқталуымыз керек. Яғни біз айттық, терминология ғылыми тұрғыда дамитын сала болғаннан кейін оны стихиялық түрде интуицияға салынып жасаудың біріншіден қажеті де жоқ, ол және тиімсіз де. Сондықтан біз осы мәселеде 100% профессор Шерубай Құрманбайұлының пікірін қолдаймыз. Ғалымның айтуы бойынша үнемі бүкіл мақалаларында, өзінің көптеген монографияларында термин жасам ісі сала маманымен және терминология саласының тіл маманы бірігіп отырып жасайтын шығармашылық акт деп санайды. Сол себептен де осы кезге дейін біз мысалы терминші деп сала маманын, ал тіл маманын терминологиямен айналысатын терминолог деп екі терминнің аражігін ажыратып қолданып жүрген жағдайымыз бар. Сондықтан бұл сала маманы мен тікелей тіл маманының бірге қосылып жасайтын шығармашылық жұмысы болғандықтан, бұл жай әркімнің өз үйінде отырып, немесе ойланып отырып жасайтын шаруасы емес. Сол себептен де өздеріңізге белгілі, мына ұлттық комиссия тарапынан терминологиялық жұмыс тобы құрылды. Сол терминологиялық жұмыс тобының ең бір алғашқы отырыстарының бірінде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры профессор Ердензадаұлы Қажыбек өзінің баяндамасында терминологиялық секцияларды құру мәселесін көтерген болатын, және осы терминологиялық жұмыс тобының жұмыс жоспарына сәйкес ғылым комитетінің 2018 жылғы 10 тамызында нөмір 113 бұйрықпен салалық терминологиялық секциялардың құрамы және оның 2018 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілген болатын. Сонда біз оны 4 секцияға бөлдік. Бұл енді классикалық жіктеліп, өздеріңіз жақсы білесіздер, қоғамдық ғылымдар, техникалық ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары және ономастика секциясы деп. Енді осы секциялардың құрамын түзу, оның құрылымын түзу, оның құрамын жасақтау ісінде біздің тіл білімі институтының ғалымдары өте үлкен еңбек жұмыс атқарды. Белсене жұмыс жасаған ғалымдарымыздың бірі, оны айту керек, филология ғылымдарының кандидаты, директорымыздың орынбасары Сәрсен Құлманов. Әр сала маманымен хабарласып, осы кәдімгідей бүкіл секциялардың құрылымы мен құрамын кәдімге айқындап, бәрін тиянақты жасап отырды. Енді осы қоғамдық гуманитарлық ғылымдар секциясы 21 топтан тұрады. Оған 174 ғалым кіреді бұл секцияға. Техникалық ғылымдар секция 14 топтан,
ол және 126 ғалымды қамтыды. Жаратылыстану секциясы 14 топтан тұрады және оған 141 ғалым құрамына енді. Аномастика секциясы 2 топтан тұрады. Топоним мен, қателеспесем, антропонимдер секциясы болу керек, және ол жерге оның құрамына 26 ғалым, яғни аномастика мәселесімен шұғылданып жүрген ғалымдардың тізімімен және олардың қарсы еместігі, осы жұмысқа атсалысатындығы жаңағы белгілі болған еді. Бірақ өкінішке орай бұл терминологиялық секциялар жұмысы осы кезге дейін бірақ тетігі қосылмай жүр. Механизм дейміз ғой, жұмыс жасаудың. Енді бұл терминологиялық секциялар мәселесіне қатысты. Енді біз айттық, көптеген шарттардың ішінде, мысалы, маған өз басыма ең қонымдысы бұл термин жасам жүйелігі. Біз мысалы көп жағдайда термин жасам ісімен айналысатын сала мамандарының, тіл мамандары да бар енді, бір қатеге жол береді. Мысалы, жаңағы Әлімхан ағайдың жасаған терминдерін біз айтылым, жасалым, үндесім, жуысым деп, бұл жүйелік, көлденеңнен орналасқан жүйелік. Бірақ біз терминді қазақ тілінде жасау барысында біз оның тігінен болатын, орын алатын жүйелігіне көп жағдайда мән бермейміз. Сондықтан мен мына жерде көрсетіп отырмын. Мысалы, субъект, субъективированный, субъективизм, субъективироваться, субъективистский, субъектность, субъектный. Мысалы, орыс тілінде бұл қатар жаңылыспай, бірінің орнына бірі қолданбайды. Олар кәдімгі өзінің контекстке, мәнмәтінге байланысты өзінің әрқайсының орны бар. Және термин ретіндегі де мағынасы бар. Сонда біз бұл жерде енді әрине мысалды онша мен дұрыс таңдап алмаппын. Негізі таза қазақтың сөзін алуым керек, жүйе секілді. Бірақ енді біз жерде парадигматика деңгейіндегі орын алатын жүйелікті көрсеткіміз керек. Субъект, субъективті, субъективтел, субъективтілік, субъектілік, субъективтік және субъекттік. Яғни былай тігінен алғанда бүкіл сол орыс тіліндегі терминнен туындайтын басқа сөздердің барлығы осы жерде жаңағы қазақ тілі сөзінің мүмкіндігі болу керек, осының барлығын қамтамасыз ету. Енді қараңыздар, жалпы сонымен біз мынандай қорытынды жасауымызға да болады. Термин жасам, ол адамның қабылдау және ойлау психологиясымен тығыз байланысты. Термин жасам ісімен кез келген адам шұғылдана алмайды. Қалауы болсын, өзіне мақсат етіп қойса да, ол тірліктен түкте шықпайды. Себебі, термин жасам ісіне кім араласады? Ол жеке тұлғаның жинақталған тәжірибесі болу керек. Ол тәжірибе бірегейлігімен ерекшелену керек. Оның білімі жаңағы кәдімгідей мықты болу керек. Шығармашылық таланты болу керек. Дарыны болу керек. Болмағанда, егерде бұл тіл маманы болмаса, ол қарапайым лингвистика, ол жеке тұлғада қарапайым лингвистикалық білім қоры болу керек. Және тағы басқаны айта беруге болады. Енді тағы бір айтатын нәрсе, осы кезге дейін терминдер ұлт тілі негізінде жасалу қажет, ұлт тілі негізінде жасалу керек, өзіміздің ана тіліміздің негізінде жасалу деген кәдімгі ұрандатып кеткен бізде мынандай кәдімгі нелер бар, ұрандатып кеткен дүниелеріміз бар. Сосын осымен қатар әлге дейін аудармау мәселесі. Осы аудармау мәселесін мен мүлдем күн тәртібінен алып тастау керек. Яғни біз кез келген тілдің термині өзінің
ана тілі, өзінің ұлт тілі негізінде жасалуы керек болатын болса, онда аудармау мәселесі де көтерілмегені дұрыс. Бірақ өкінішке орай бізде аударма мәселесіне келетін болсақ, өте жиі кездесетін тәсіл ол калька, ол бірде сәтті болады, бірде сәтсіз болады. Сондықтан аудармаға әрине абай болу керек біріншіден, екіншіден мүмкіндігінше балама тапқан дұрыс. Балама тап, өзіміздің ұлттық тілдік қорымыздан балама тапқан әлде қайда тиімді. Бірақ аударуға да мәжбүр болып жататын жағдайымыз бар. Осы жерде мен пуризм мәселесін айтқым келеді. Осы пуризмді терминологиядағы алып жүрген терминологияға қатысты пуризм өте бір дұрыс түсінік қалыптастыра бермейді. Мысалы, пуризм деп нені айтады? Пуризм деп ешқандай халықаралық термин тілде болмау керек. Барлығы тек ұлт тілінде жасалу керек деген нәрсе. Ал енді біз қаншама тырыссақ та, біз халықаралық терминдерден құтыла алмайтынымыз белгілі. Ол лек-легімен кіріп жатыр. Қазіргі ғалымдардың зерттеулері бойынша жаңа келіп атқан сөздердің барлығы лексикамызға, оның 90% термин. Ол терминдердің барлығына балама тауып немесе аударып, мейлі калька болсын, мүмкін емес. Сондықтан біз оларды алуға міндеттіміз, қаша алмаймыз. Яғни біз барлығы аударылу керек, барлығының өз баламасы болу керек деген ұстанымды қолданатын болсақ, онда бұл яғни пуризмге жатады. Ал егерде біз мойындап отырып, егерде оның сәтті баламасы болса, сәтті аудармасы болса, неге оны қолданбасқа дейтін болсақ, бұл пуризмге жатпайды. Ал енді осы мәселеге келген кезде қазақ тілі ғана өзінің тілін қорғап қалғысы келеді. Осы қазақтар ғана аударғыш, осы қазақтар ғана бүйректен сирақ шығарып жатады термин мәселесіне келгенде деп осындай пікірлерді біз жиі естіп жатамыз. Әлеуметтік желілерде жазылып жатады. Бірақ негізінде бұл олай емес. Тек қана қазақ тілі емес. Бүкіл тілдерде жүріп жатқан үдеріс осындай. Мысалы, орыс тілін баяғы үйренген өзіміздің орыс тіліміз. Мысалы, орыс тілі бірнеше тілдердің экспансиясын басынан өткерген тілдердің бірі. Баяғы француз, неміс, қазір ағылшын, американизмдер қаптап жатыр. Үнемі орыс ғалымдары өзінің тілдік тазалығы үшін күрес жүргізіп жатқан халықтардың бірі. Мысалы, енді мына әлеуметтік желілер, Google'дан оқып жүрген боларсыздар. Мысалы, бұрыннан ақ бастап орыстар мысалы тротуар деген сөзге қарсы. Неге біз тротуар деп айтамыз, егерде өзіміздің ана тілімізде, орыс тілімізде таптальник, тапталище деген сөз бар дейді. Галошты біз неге алуымыз керек? Бізде макростопы бар, бильярдный кий. Неге керек ол кий деп айту? Ол шара тык дейді. Шарды тыкать шаром, шара тык деп. Осындай үрдістер үнемі орыс тілінде жүріп жатады. Мысалы, 90-шы жылдың басында орыс ғалымдары, оның ішінде киллер терминіне қарсы болған. Мысалы, олар айтады, біз неге киллер сөзін пайдалануымыз керек, қолдануымыз керек? Біздің өзіміздің орыс тілімізде әп-әдемі сол мағынаны білдіретін убийца сөзі бар. Сонымен кәдімгі екі топқа бөлінген ғалымдардың арасында осы бір сөз үшін, киллер үшін кәдімгідей үлкен пікірталас болғанын біз ғылыми әдебиеттерден, көпшілік мынандай әдебиеттерден жақсы білеміз. Сонда киллер нұсқасы бұл пікірсайыстан жеңіп шықты. Себебі убийца дейді, мысалы, киллерді қолдап отырған ғалымдар. Мысалы, убийца дейді, ол убийца кез келген адам бола алады дейді. Ал киллердің ұғым мазмұнының астарында оның кәсіби семасы бар. Яғни киллер қарапайым жай кез келген убийца емес. Ол кәдімгі өлтіріп, ақшасын алатын, яғни кәсіби маман. Былайша айтқанда, енді мысалы онша жақсы емес шығар, бірақ дегенмен
осы бір сөздің ішінде үлкен ғылыми полемика, пікірсайыс болғанын айтқым келіп тұр. Енді біз жаңа семинардың баяндамамыздың басында айтып өттік. Термин жасамды біз екі кезеңге бөлеміз. Екіншісі жаңағы санаулы ғылыми кезең. Және оның өзін біз екі бөліп көрсетіп отырмыз. Тәуелсіздікке дейін және тәуелсіздікке кейін. Өйткені 90-шы жылдардан кейін біз мүмкіндігінше өзіміздің ұлт тілімізді, мемлекет тіліміздің мәртебесін көтеруге үлкен жұмыс атқарған кезең болды. Сол кезде көптеген терминдер жаппай қазақ тілінде баламасын тауып немесе аударылып жатты. Сол кезде мысалы бізде өте керемет термин жасам ісі өте керемет жүргізілді. Әнұран болсын, мұражай болсын, пайыз болсын, нарық болсын, бұл қатарды енді жалғастырып айта беруге болады. Сонымен қатар бұл кезеңде көп нұсқалық үдерісі, көп нұсқалық үрдісі пайда болды қазақ терминологиясында. Мысалы, қарапайым мысалдарды айтып өтейін мен сіздерге. Коляска, бесік арба, қол күйме, күйме бесік дейді. Личный счет, бет есеп, жеке есеп. Экстрасенс, болжамгер, емгер. Консолидация наций, ел болып ұю, ұлт болып ұю. Патриот, ел жанды, ұлт жанды, отан сүйгіш. Байголовка, құс тұмсық, оқ тұмсық, оқ басы. Опекун, қорғаншы, қамқоршы. Орыстардан бізде кем қалған жоқ. Біз тротуарды бізде қазақ тіліндегі баламасын жасауға, аудармасын жасауға тырысқан сәттер болған. Бір емес, бірнеше нұсқасы бар оның. Тротуардың аяқ жол, жиек жол, жаяу соқпақ деген. Бірақ алайда бұлардың барлығы бір терминологиялық үлгі негізінде жасалмағаннан кейін жаңағы айтылған терминдердің көбі негізі узусқа енді деп айта алмаймыз, яғни узуалдану үдерісінен өте алмады, яғни тілдік нормаға енбеді деген сөз. Енді осы жерде ең бір қызығы, мысалы терминді кез келген мына терминнің аудармасы жоқ екен ғой, онда мен отырайын да осы терминнің аудармасын жасайын немесе баламасын табайын деген ешқандай бұндай ниет ешкімде туындамайды, шынын айтқанда. Термин қай кезде өзінің аудармасын немесе өзінің баламасын іздейді ұлт тілі негізінде. Ол өзекті терминге айналған кезде. Мысалы 90-шы жылдардан кейін медсестра деген бір терминнің 10 шақты нұсқасы қатар пайда болған кезең болды. Газет беттерінде түрлі жағы мынау теледидар, журналистер қолданған кезде біз мына есептеп отырғанда мен мысалы оның мынандай нұсқаларын кездестірген болатынмын. Мейірбике, медбике, емші бейбі, медбейбі, шипагер, аяжан, емші беке, мидайым, медицина бикесі, тағы басқа. Соның ішінен терминологиялық комиссиямен бекітілгені қателеспесем медбейбі нұсқасы болу керек. Ал мысалы кейбір осы жерде аталған нұсқалар басқа да атаулардың мағынасын бере бастағаны да белгілі. Мысалы сестра милосердие кейін мейірбике деп алынып жүрді, яғни өз орнын тапты деген секілді. Енді қорыта келгенде жалпы айтайын дегеніміз, термин жасам ісі ол ұзақ уақыттық кезеңді алады. Ол жаңағы бір сәтте жасалу, ол өте сирек кездесетін жағдай. Тіпті мысалы мұнай-газ саласында өзімнің өте құрмет өте сыйлайтын ағайларымыздың бірі профессор Несіпбек Сейітовтың мысалы пласт деген терминді қойнауқат деп аударып 2000 жылы шыққан терминологиялық сөздіктерге бүкіл мамандар қарсы болып ол терминді енгізбей қойған болатын. Сондықтан өздеріңіз ойлаңыздар, сол қойнауқат терминін
терминологиялық сөздікке енгізу үшін профессор Сейітовтің 20 жылдай уақыты кетті. 10 шақты жылдай уақыты кетті. Оны енді мейлі. Өйткені 2014 жылы 30 томдық терминологиялық сөздік қайта басылып шыққанын білесіздер. Сонда 2001 жылдары қабылдамай жүрген Қойнауқат 2014 жылы өзінің орнын алды. Ол не үшін өзінің орнын алды терминологиялық сөздікте? Себебі ғылыми монографияларда, ғылыми мақалаларда, басылымдарда пласт Қойнауқат ретінде жазылып жүрді. Сол себептен ол оны қабылдамаса да, ол өз бетінше УЗУСқа еніп кетті. Сонда 2014 жылы біз Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының ұжымының барлығы сала мамандарымен бірлесіп жұмыс жасағанымызда профессор Сейітовтың менің 2000 жылы шыққан сөздік топтамасына ренішім, өкінішім, ол менің Қойнауқатым енбей қалды дегенде, біз бір ауыздан барлығымыз, ол УЗУСта жүр ағай, міндетті түрде осы 2014 жылы шыққан сөздік топтамасында өз орнын алады дегенде, ағайдың уф дегені бар еді. Сондықтан, бұл жерде менің айтайын деп отырғаным, термин жасам ісі, ол бір сәтте, немесе бір 2-3 күн төңірегінде, бір күн төңірегінде аударыла салатын, балама табыла салатын, жай отырып жасай салатын акт тірлік емес. Тағы да қайталап айтамыз, термин жасам бұл саналы, мақсатты шығармашылық акт. Яғни оған бұл іске араласу үшін адам кәсіби тұрғыдан дайын болу керек. Айттық қой, білім қоры, тіл танымдық білім қоры, тәжірибесі, немесе өмір бойы бір саланың аударма ісімен айналысқан адамның ғана қолынан келуі мүмкін. Онда да біз адамның талантын, дарынын атап өткеніміз дұрыс. Сонымен айтайын дегеніміз, термин жасам ісі ол науқандық шаруа емес. Өйткені біз бұны науқандық іс шараға айналдыратын болсақ, онда ертең біз қазіргі мынау балкон, фонтан, банандардың көкесін, сорақысын көретініміз сол айдан анық. Сондықтан бұл термин жасам ісі тек сала маманымен және тіл маманының бірлесе отыра атқаратын іс әрекеті, жұмысы, шығармашылық актісі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, жазып жіберіңіздер. Ал менің көріп отырғаным, рахмет айтып жатсыздар, шаршағанда боларсыздар, қосылуымыз қиын болды, сондықтан онда көріскенше сау болыңыздар деймін. Мен әлі қосылып тұрмын. Коммент ретінде жазасындар ау деймін астына. Сұрағымыз жоқ дейді көпшілік. Ендеше аман есен болыңыздар. Сау саламатта кездесейік.
тыңдағандарыңызға көп рахмет.